өзімді ең бақытты сынып жетекші санаймын. Бірақ қазір емес. Неге қазір емес екенін сіздерге қазір айтып беремін. Бұл оқиға түскі сағат 13:00. Мен күнделікті 4 сабағымды аяқтап қоңырауға шықтым. 4 сағат бойғы оқушылық сыныптың оқушысымен өткен қызықты сабақ, оларды бағалау, қоңырауға шығуыма мұрсат бермек. Таңғы ас ішпегенім, түскі ас ішуім керек екені есіме түсті. Коридордан өзім тағдырлас серігімді тауып, асханаға бет алдым. Бірақ телефоныма үңілгенім сол еді, хабарламалар толып қалыпты. Таңертең кешіккен үшін маған сабақтан кейін келіп түсініктеме беріңіз, деп жазыпты мектептің тәрбиесі жөніндегі орынбасары. Оқу жоспарыңызды дамыту үшін маған келіп жолығып кетесіз ғой сабақтан кейін, деп жазыпты мектептің оқу ісі жөніндегі орынбасары. Бүгінге дейін алған марапаттарыңыз бен мадақтамаларыңыздың көшірме нұсқасын бүгіннен қалтырмай маған өткізіп кетіңізші, деп жазыпты мектептің бейіндік ісі жөніндегі орынбасары. Кеше биология сабағында апаймен қырылып, жағымсыз ахуал қалыптастырған үшін бәленше деген оқушыңызды ата-анасымен бірге психологиялық сауалнамаға алып келіңіз, бүгіннен қалтырмай, деп тапсырма беріпті мектеп психологы. Мектеп чаттарына үңілдім. Мектеп чаттарында мына әріптестеріміздің денсаулығы жұмысқа жарамды деген мөрінің уақыты өткен, бүгіннен қалтырмай жаңалау керек деген мектеп медигінен оның үшін есім сойым бар екен. Мына 4 оқушы нағып мектеп базасына әлі қабылданбаған деген мектеп базалық қызметкерінің хабарламасы бар екен. Ода да менің 2 оқушым бар екен. Хабарламаларды оқып болғаннан кейін мен тоқпын, деді. Сөйттім де өзіме ыңғайлы, өзіме жолы оң оқу ісі жөніндегі орынбасарынан тапсырмаларымды бастайын деп, 1-ші этажға түскенім сол еді. Кезекші апайлар, арқалық ағай, сізді ата-анам деді. Бұлай бұрылып қарасам, 4 бірдей ата-анам тұр екен. Біреуі староста қыздың әкесі, қалған 3-еуі сыныпта жақсы оқитын 3 қыздың әкесі, 4 ата-ана тұр. Бірден сасып қалдым. Барып, не болғанын сұрасам, 4-еуінің де айтатыны қыздарымыздың сырт жоқ дейді. Аңғалдым. 4 қызға қарасам, 4 қыз теріс қарайды, жылайды. Сөйттім, бұл оқиғаның барлығын ұйымдастырып жүрген сыныбымдағы Досжан екен. Мен бүгінгі сахнада ол баланың атын Досжан деп атауды жөн санадым. Досжан сыныпта балалық тектігі қалмаған, сынып сабақ уақытында тыныш отыра алмайтын, алды артына шұқыланып отыратын, бір сыныппен айтқанда біздің сыныптың қожасы. Бірақ спорттық сайыстарда, іс-шараларда, өнер жағынан оның артықшылықтары өте көп еді. Сыныптың намысы үшін ол кез келген сайыста соңына дейін сынып үшін күресетін еді. Мен Досжан туралы арыз-арманын айтып келген пән мұғалімдерінің барлығына осы оның артықшылықтарын айта отырып тойтарыс беретінмін. Ол сабақта мынандай болып отырса да, ол қоғамдық өмірде, ол мектептің намысы үшін оның намысқойлығын айтып, ол кісілерге тойтарыс беретінмін. Сол Досжан сабақтан 5 минут бұрын сұранған мұғалімнен қайта берсем бола ма, жайсызданып тұрмын деп. Сөйтіп, есіктен шығып баратқан кезде достарына айтып кеткен. 4 адамның сырт киімі жоғалады қазір. Аялдама жақтан іздесін, айта салыңдар деген. Сөйтіп, сабақ уақытында Досжан бүйтіп отыр, Досжан сөйтіп отыр, Досжан кешігіп келді деп тоқылдайтын 4 қыздың сырт киімін алған гардероптан. Сөйткенде аялдамада күткен. Сабақ біткеннен кейін сәлемдемен естіген қыздар қыстың күні, күн суық, дірдектеп аялдамаға барған. Аялдамаға барса Досжандар бала сырт киімді бірінен-біріне лақтырып, 4 қызды әптен ақымақ қылған. Онымен қоймай, енді адам толып, енді жүрейін деп тұрған маршруттың ішіне сырт киімді лақтыра салған. Маршруттың ішінде адам қырғын, толып тұрған адам, шофер оны байқамаған, маршрут жүргенде кеткен. Іле-шала жан достардың маршруты келген, Досжандардың маршруты келген, олар да кетіп қалған. Сонымен 4 қыз қалған аялдамада.
жылап еңіреп ата аналарына қоңырау шалған, сонымен ата аналардың келіп тұрған беті екен. Не істеймін? Бірден Досжанның анасына хабарластым. Осындай оқиға болып жатыр, осындай болып жатыр. Маған 4 сырт киімді тауып беріңіз десем, Досжанның анасы айтады: мен командировкадамын дейді. Ертең азанда барамын. Ал әрі-беріден соң мектепте жоғалған сырт киімге мен жауап бермеймін еш уақытта. Ол сіздің кемшілігіңіз, ол сіз өзіңіз шешіп алыңыз ол жағын деген сияқты хабарламалар айтты. Бірден қаным басыма тепті. Сөйтіп, сол жерден қайтадан қоңырау шалдым. Қысқасы, ол кісі екеуміз қатты қарама-қайшылық пайда болды арамызда. Бір-бірімізді көрместей болып, аяғында ол кісіден үмітімді үздім. Ес кетіп жан шыққанда 4 ата-ананы бірлікке шақырып жүріп, 4 ата-анамен бірге автобусты тауып, сырт киімдерін тауып беріп, жолға салдым. Кешке жақын, кешкі тамақтан кейін телефоныма қарасам, қайнап жатыр екен. Досжан біздің сыныпқа лайық емес деп бастапты қыздар. Ары қарай не істесе де осы Досжан істейді. Досжанды мектептен шығаруымыз керек. Досжан бізге ұнамайды. Досжан өтірікші. Досжан қысқасы барлық кім кінәлі, қожа кінәлі деген сөздің барлығын жазды. Мен де араласа кеттім. Досжандікі дұрыс емес. Досжан, сіз шығыңыз, кешірім сұраңыз. Досжан шықты, кешірім сұрады, бірақ хабарламалар тоқтаған жоқ. Жалғасып жатыр. Мен тоқтата алмай жатырмын. Қойыңдар, болмайды. Бір кезде Досжаннан маған жеке хабарлама келді. Бір сурет, аяғына сөз жазылған, ойымда ештеңе жоқ. Суретті ашсам, қолын түсіріп жүрген, қолы қан. Төмен жағына жазып қойыпты: ағай, мен тамырымды кестім. Бірден сол жерде есімнен адастым деуге болады. Миыма бірінші келгені сыныптың чатын тоқтату керек. Себебі ол қазір суретті чатқа жіберуі мүмкін. Сыныптың чатын ешкім жаза алмайтын етіп тоқтаттым. Досжанға қоңырау шалдым: ағай, келмей қойыңыз, мен қазір барам, сенің үйіңе қозғалмайды, үйінде адам жоқ екенін білем. Келмей қойыңыз, келіп қарағам жоқ. Әлеуметтік картадан адресін таптым. 15 минутта үйіне бардым. 10-15 минутта. Барып, апыл-ғұпыл жүгіріп шығып, есігін қақсам, ашты. Ағай, шынымен кеп тұрсыз ба не? Бұл пранк қой әшейін, мұрнынан қан аққан ғой деді. Сөйтіп сол жерде Жандоспен жарты сағат, 1 сағат әңгіме айттым. Оған біріншіден оның іс-әрекетінің дұрыс екенін айттым. Дедім, Досжан, мен де солай істейтін едім. Мені де мектеп кезінде осындай біреулер тоқылдап қоя беретін болса, мені де басқа біреуге жексұрын көрсететін болса, мен де осылай жасайтын едім. Жасағаның дұрыс, бірақ соны жасауды жоспарлаған адам, соны аяқтауды да жоспарлау керек. Ол сырт киімді алып кеткен дұрыс, бірақ жоғалтып жіберу дұрыс емес. Ол ата-анаға жету, ол мұғалімге жету дұрыс емес екенін айтып түсіндіріп, үйіме қайттым. Ертесі бірінші қоңырау көзімді ашқан сәтте Досжанның анасынан түсті. Дауысы қатулы, ренжулі. Бір сөзбен айтқанда, сіз сияқты жас мамандарға арыз айту үшін, сіз сияқты жас мамандардың кемшіліктерін айту үшін, мен басқармасының басшысына кіруге дайындалып тұрмын деді. Оны не үшін айтты маған, айтпай кіре беруге болмайды, мен оны түсінбедім. Бірақ қатты қобалжыдым. Не істерімді білмедім. Мектепке барған бетте директор апайды іздедім. Жағдайдың барлығын түсіндірдім. Осындай болып тұр, қысқасы. Кірейін деп тұр, анасы, не істейін? Апай маған: сен оқушы тарапында болсаң, егер сен өзіңнің іс-әрекетіңнің дұрыс екеніне көз жеткізсең, онда сен ешқандай да әбіржімей қой. Бұл оқиғаның барлығы уақыт өте келе өз шешімін тауып кетеді деді. Мен директордың кабинетінен тау қопарғандай, жау қайтарғандай болып шықтым. Шықсам, тағы сол тапсырмалар, күнделікті өмір, тағы да сол сабақ, солар күтіп тұр екен. 2 аптадан кейін мектебімізде Наурыз тойы тойланатын болды. Әрбір сынып өз форматында, өз идеялар Наурыз тойын тойлауға тапсырма алды. Мен бірден ата-аналарымды шақыруға бел байладым. Яғни Наурыз қазақтың жаңа жылы, сол жерде дастархан басында отырып, біреу көрпе жесін, біреу Наурыз көжесін, біреу дәм тұзын әкеп, бір ортада отырайық деп шештім. Бірақ ішімде қорқыныш болды. Ертең ата-аналар келіп, менің қызымның күрткісін алып кеткен сен ба? Менің мазамды алған сен ба деп бір-бірімен ерегесіп жүрмей ма деген. Сол күні керемет Наурыз тойы тойланды сыныбымызда. Барлық ата-аналар бас қосып, ескі жылға өздерінің
разышылықтарын айтып, бір-бірінен кешірім сұрап, жаңа жылға жақсы тілектерін айтып, жаңағы болған оқиғаның барлығын күле отырып баяндап, керемет кездесу болды. Мен сол кезде түсіндім. Мен өзіме таң қалдым бірінші. Қалай мен 4 ата-ананы аман есен қайтып есен шешіп, алдыма келмеген, алыста жүрген адаммен телефонда қалай соғысып қалдым мен? Қалай сондай жағдайға жеттім? Мен сол кезде түсіндім. Сынып жетекші әр уақытта өзінің дұрыс екендігін дәлелдеу үшін, өз принципін алға қою үшін ата-анамен дәл сол моментте, дәл сол сәтте ерегесудің ешқандай қажеті жоқ екен. Яғни сіз ол жерде кем дегенде 30 минут немесе 1 сағат, тіпті кейбір ата-анаға 1-2 күн уақыт беруіңіз керек. Себебі әрқандай ата-ана өзінің баласын қатеге шығармайды екен ешқашан. Қарға баласын әппағым дер, кірпі баласын жұмсағым дер дейтін сияқты. Келесі оқу жылы басталар кезінде мен сыныптан бірден бас тарттым. Жасамаймын дедім. Айналайын, мені шығармашылығымен қалтырыңдар жеке. Міне қазір сынып жетекші жүргеніме 2.90. Рахат, құлағым тыныш, уақытым көп. Бірақ осы 2.90-да менің мектептегі өмірімде үлкен бір жалғыздық пайда болды. Басқа мұғалімдердің сыныбымен бірге жұмыс жасап жүргенін көрген кезде, әрбір мереке мейрамдарда жаңағы өзімнің оқушыларымның өз сынып жетекшісін құттықтауға дайындалып, дәліздерде ары-бері жүгіріп жүргенін көрген кезде, менің ішімде үлкен өкініш, үлкен күйініш сезімі пайда болды. Мен қазір түсіндім. Менің мектептегі өмірім сынып жетекшілікпен мәнді екен. Менің көңілім сол оқушыларыммен тоқ екен. Менің өмірім сол оқиғалармен ғана мәнді екен. Кейде тіпті сол 3 жыл бойғы сынып жетекшілік өмірімді ойлап, сол кезде қызық оқиғаларды есіме түсіріп, әлгі досжандарды, әлгі оқушыларды сағынып, көз тостағанымды жуып алатыным да бар. Иә, мен ең бақытты сынып жетекшімін, бірақ қазір емес. Өткенде мұғалімдер бөлмесіне келсем, сынып жетекшілер жиналып бір нәрсені қатты талқылап жатыр екен. Жақындап барып қарасам, сынып жетекшілікке 30% айлық қосылады екен. 30% айлығымыз өседі екен. Соны есептеп, математик шақыртып, формулаларға салып, мен барған кезде түйіні шықты. Біз сынып жетекшілікке деді, бұрын 10 мың теңге алатын едік деді. Оған 30% қоссақ, 13 мың теңге алатын деді. Соны айтып, бір-бірімен күлісті, бір-бірін құттықтады енді. Бірақ сол кезде менің ішімде бір нәрсе тұрды. 13 мың теңге өте аз ақша болуы мүмкін. Бірақ сынып жетекшіліктің сізге беретін рухани байлығы, сізге беретін рухани тазалығы, сізге беретін жаңағындай тоқтығы, ол 13 мың теңгемен еш уақытта бағаланбайды деп айтқым келді, бірақ сыныптан бас тартқан еді, мен айта алмадым сондықтан. Қорыта айтқанда, сынып жетекші мектептегі 13 мың теңгеге жалданып жұмыс істейтін жалдамалы қызметкер емес. Ол оқушының мектептегі екінші анасы, екінші әкесі, қамқоршысы. 10 жылдан кейін де, 20 жылдан кейін де оқушының айналып келіп рахмет айтар мектептегі жалғыз ұстазы. Айлықтан гөрі рухани байлықты місе тұтқан, кейде өз сыныбын, өз отбасынан да маңызды орынға қоя білетін сынып жетекшілер, біз біргеміз. Рахмет.